Сендер жаусыңдар, қазақтың жауысыңдар. Жабай Арманның жеке басына қатысты көптеген қарама-қайшы фактілер бар. Жұмагелдиев Түркияда жүргенде меценат кедейлер мен әлсіздерді құтқарушы бейнесін сомдады. Қайырымдылық шараларында жиі көрінетін. Ол коронавирустық пандемия кезінде өзінің танымалдылығын арттырып, адамдардың сүйіспеншілігін нығайта алды. Алайда 2022 жылғы қаңтар оқиғасынан кейін Арман ұсталып, әлі де қамауда. Темір тордың ар жағындағы оның жағдайы туралы не белгілі екенін осы видеода білуге тырысамыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Қазақ елім, қазақ жерім, бір-бірімізді жамандамай, қара күйе жақпай, бір-бірімізді қолдап жүрейік. Дики Арманның қамауға алынғаны 2022 жылдың 7 қаңтарында белгілі болды. Ол кезде әлі де коменданттық сағат күшінде болды және қалада антитеррорлық тазарту жүргізілді. Қылмыскердің серіктестерінен қару-жарақ пен оқ-дәрілер, сондай-ақ погромдар кезінде Жұмагелдиев Алматы көшелерімен жүріп өткен брондалған көлік тәркіленді. Арман Жұмагелдиев 2022 жылғы қаңтар оқиғасы кезінде 24 адамды ұрлады деп айыпталған. Бас прокуратураның мәліметінше, Жұмагелдиевтің қаруланған серіктестері ұрлаған адамдарды ұрып-соғып, Ритц-Карлтон және Қазақстан қонақ үйлерінің тұрақтарында ұстаған. Сонымен қатар бас прокуратура оның сыбайластарымен бірге 6 қаңтарда Алматыдағы Қазақстан қонақ үйіне ұйымдасқан түрде келген қылмыскерлерге Глок және Макаров тапаншаларын таратқанын хабарлады. 3 айдан кейін Алматы қалалық мәслихат депутаты Қайрат Құдайберген де жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырды деген күдікпен уақытша ұстау изоляторына жеткізілді. Алматы прокуратурасы таратқан мәлімдемеге қарағанда Құдайберген халықты жабайы Арманға қосылуға белсенді түрде шақырып, қолтаңба таратып, 10 адамнан тұратын топтарға бөлген. Олар сол бір аласапыран күндерде билікке ортақ талаптар қойып, бастамашыл топ құрып, үкіметпен кездесуді көздеген. 2022 жылдың қараша айының ортасында Жұмагелдиев Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың атына видео үндеу жазды. Онда ол өзіне және қаңтарда ұсталғандардың барлығына әділдік сұрады. Жабай Арман қаңтар оқиғасы кезінде заңды қорғап, халықты, елді қорғадым деп мәлімдеді. 2023 жылдың маусымында Дики Арманның адвокаты Олег Чернов әлеуметтік желілерде Арманның жауап алу кезінде оны азаптаған қауіпсіздік күштеріне қарсы істі жеңгенін хабарлады. 2023 жылдың қыркүйегінде Дики Арман мен Қайрат Құдайбергеннің ісі сотқа келді. Сол қыркүйекте Алматы қаласының нөмірі 72 тергеу изоляторында Арман Жұмагелдиевке ұлттық қауіпсіздік комитетінің 5 басқармасының бұрынғы бастығы Руслан Ысқақовқа және Алматы қаласы мәслихат депутаты Қайрат Құдайбергеновке қатысты іс бойынша алдын ала тыңдаулар өтті. Сотталушылардың жалпы саны 45 адам еді. Тыңдау барысында ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің бұрынғы басшысы Руслан Ысқақов 2022 жылдың қаңтарында тәртіпсіздіктер басталғанда ол сол кезде ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары қызметін атқарған. Назарбаевтың жиені Самат Әбіштен тікелей бұйрық алғанын айтты. Прокуратура бұл сотты жабық өткізуді сұрады. Өйткені оның нұсқасы бойынша жәбірленушілердің кейбірі Жұмагелдиев пен оның адамдарынан қорқады. Судья жәбірленушілер мен прокуратураның процесті жабу туралы өтінішін қолдады. Арман Жұмагелдиев пен Қайрат Құдайбергенге қатысты қылмыстық іс бойынша сот отырысы жабық түрде өтетін болды. Бұл туралы Алматы қалалық сотының баспасөз қызметі мәлімет. 2024 жылдың ақпанында ұлттық қауіпсіздік комитеті tengrinews.kz сайтының сұрағына жолданған жауабында Қайрат Құдайбергеннің және Дики Арманның қазір қайда екенін айтты. Арман Жұмагелдиевке қатысты оның Алматы қаласындағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында жалпы негізде тиісті нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын қатаң сақтай отырып, қамауда отырғанын хабарлаймыз. Оған қатысты істі бас прокуратураның жетекшілігімен ведомствоаралық жедел тергеу тобы тергеп жатыр, делінген ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарламасында. 2024 жылдың көктемінде жоғарғы кеңес мен мәжілістің бірнеше шақырылымының депутаты болған Амалбек Тшанның Демократиялы Қазақстан YouTube арнасына берген сұхбатында Дики Арман оның жиенін соққыға жыққанын айтқан. Дики Арман асып бара жатқан ешкім емес. Қасына 10-15 адам жинап алып, жүрген адам өзінше батыр болады ғой. 2005 жылдар депутат болып жүрген кезде Дики Арманның іс-әрекетіне куә болғанмын. Жиенім туған қарындасымның баласының автобазары болатын. Соны басқаратын. Сол жерге көлігін сатайын деп барған. Өзі дәу жігіт. Соны бұлар 4-5 адам жабылып, әбден ұрып, өлердей сабап тастаған. Ол кезде депутатпын. Прокуратураға беріп, сөйтіп сол кезде қаматқанбыз, деді ол сұхбатында. Артынша Дики Арманды Дариға Назарбаеваның тікелей араласуымен шығарып алды. Парламентте де бұл мәселені көтергенмін. Парламентте Дики Арман билікпен сыбайлас болып осындай тірліктер істеп жатқанын бәріне айттым.
бәрі болған оқиға сол кездегі биліктің әбден көзін шел басып кеткен. 2005-2006 жылдары басталған, одан бері қанша заман өтті, деді мемлекет қайраткері. Бұл Дики арман туралы қазіргі уақытта ашық ақпарат көздерінен белгілі нәрсе. Егер сізге ұнаса, осы видеоға лайк басып арнамызға жазылыңыз. Қош аман сау болыңыздар.